1740 жылдың тамыз айында Әбілмәмбет хан өзінің ең сенімді адамы Нияз батыр, Абылай сұлтан бар барлығы 128 адамнан тұратын нөкерлерімен бірге Орынбордағы қазақ-орыс келіссөздеріне келді. Орынбордың сол кездегі басшысы генерал-лейтенант князь Урусов кіші жүз бен орта жүз қазақтарының елшілігін қарсы алды. Бір-екі күнгі мәжіліс барысында генерал-лейтенант осынау хандар мен сұлтандарды бастап жүрген азаматтың тегін адам емес екенін білген. Келіссөзді де негізінен Нияз батыр жүргізіп отырған және елшіліктің қауіпсіздігіне жауапты болды. Қазақ мәселелерін жіті қадағалап отырған орынборлық шенеуніктер Нияз батырдың Сәмеке ханның тұсында аталық болып Түркістан өңіріне түгел билігі жүргенін, Сәмеке өлгеннен кейін елді өзі басқарып Әбілмәмбетті былтыр ғана үлкен хандардың тағына отырғызғанын генерал-лейтенантқа жеткізген. Осы жиын кезінде князь Урусовтың сұрағына Нияз батыр Әбілмәмбет ханның көзінше қазақ хандар әрқашан мұрагерлік жолмен таққа отырады, билік ағадан ініге өтеді. Бірақ ханның мұрагері болып саналатын жақын інілер билікке жарамайтын болса, аса жақын болмаса да өзге сұлтандар сайланады, ең басты шарт хандық атаққа сай болу керек деп жауап беріп, қазақ хандарының шежіресін Шыңғыс ханнан бастап Әбілмәмбетке дейін таратып берген.